Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай рамённың жасалу жолын көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер, менімен бірге болыңыздар. Бірге жасап көрейік, дәмді керемет болып шығады. Ең алдымен ең бірінші қазанымызға су құйып, отқа қоятын боламыз. Қайнағаннан кейін осылай керекті дәмдеуіштерін қосатын боламыз. Мен бұл жерде чан рамён қолдандым. Бір порцияға 500 мг су құйдым. 2 порция жасайтын болғандықтан 1 литр су қолдандым. Біреуі ащы, және де біреуі көкөністер кептірілген. Және де осы екеуін салып, жақсылап араластырып жіберіп, 1 минуттай қайнатып алатын боламыз. Және де осылай лапшамызды ыңғайымызға қарай бүтіндей салсаңыздар да болады. Мен ыңғайлы 2-ге бөліп салдым. 2 порция рамён істеп жатырмын мен. Осылай енді келесі бетін аударып, жауып қойып, бір қайнағаннан кейін қақпағын ашып, 1-2 минуттай пісіріп алатын боламыз. Көп пісірмеңіздер, езіліп кетеді. Және де міне осылай жібіп бастады лапша. Жақсылап осылай араластырып аламыз. Міндетті түрде осы тәсілмен жасап көріңіздер. Рамён өте дәмді керемет болып шығады. Және де осылай чан рамён алыңыздар, өте дәмді әдемі болып шығады екен. Және де енді осы кезде лапшамыз пісті уже. Енді жұмыртқа болса жұмыртқаңызды қосасыз, немесе сыр қосасыз, немесе екеуін бірге қоссаңыздар да болады. Мен енді осылай сыр қостым. Сырды сәл кішкене себелейін бетіне. Және енді мына ыдысымызға 2-ге құйып алдым. Енді бетіне тағы да сыр себетін боламыз. Сыры еріп, және де өзіңіздің қалауыңызға қарай мен көк пияз қостым. Өте дәмді керемет болып шығады. Егер көк пияз болатын болса, осылай қосыңыздар, дәмі ерекше әдемі болып шығады. Баршаңызға ас болсын. Поделиться батырмасын басып, жақындарыңызбен міндетті түрде бөлісіңіздер. Комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырып қойыңыздар. Маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар.